Саламатсыздар ма, менің алтын оқырмандарым? Бүгін мен әйел энергияны қайдан алады деген сұраққа жауап бермекшімін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Себебі сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Себебі жас контент, жас каналдың дамуына үлкен үлесіңізді қосасыз. Кеттігендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат болады деген сенімдемін. Әйел энергияны қайдан алады? Міне осы сұраққа жауап бермес бұрын энергияны жейтін нәрселерді анықтап алуымыз керек. Алдымен мысал келтіретін болсам, әлеуметтік желілерде сағаттап отыру. Яғни Инстаграм бар, басқа да желілер біздің уақытымызды алады екен. Онымен қоса энергиямызды алады. Екінші, басқа не жаңалықтың жетегінде кетіп, телефонмен ұзақ сөйлесу. Яғни біреулер звондайды, сол кезде біз болар болмас әңгімелерді көп айтады екенбіз. Ол да дұрыс емес, ол да біздің энергиямызды алады. Келесі, ойыңдағы жоспардың орындалмауы. Біз көбіне оймен жүреміз, сол бір затты ойласақ, сол затты көп ойлайды екенбіз. Ол да дұрыс емес. Келесі, айналаның ластығы, шашылған бөлме. Яғни тазалық байлықтың да, барша заттың септігін тигізеді тазалық. Сондықтан үйімізді таза ұстайық. Келесіде көп шығын, аз табыс үнемдей беру. Бұл сөзді түсіндірмесе де белгілі. Айлығымыз жетпейді, бірақ көп шығынданады екенбіз. Соны уайымдаймыз, соның өзі энергияны алады екен. Келесіде мағынасыз өтірік өсек. Негізі өтірік өсек айтудың қажеті жоқ. Тек өзіңізге пайдалы іспен ғана айналысыңыз. Ол іс сіздің осы кезде де және ақыреттегі де сізге сауап болып жиналады. Өсек айтпасаңыз әрине. Келесіде жалқаулық және тағы басқа шаршаңдық бар. Солардың барлығы біздің энергиямызды алады. Яғни қоя тұршы, кейін жасайым деген сияқты сылтауларды көп айтады екенбіз. Ендеше әр адам түрлі нәрседен шабыт алып демалады. Өзіңізге өзіңіз қуат беріңіз, өзіңіз ұнаған іспен айналысыңыз. Ендеше келесіде энергияны арттырудың тәсілдерін айта кетейін. Соңына дейін қараңыздар. Бірінші, салауатты өмір салты. Денсаулыққа қатты мән беріңіз. Қанша жерден уайымым жоқ десеңіз де, ағзаңыз іштен шіріп жатқаны дұрыс емес. Көңіліңіз қайдан тоқ болсын, тәніңізде бірде солқылдап қақсап жатса, яғни біздің миымыз оны мойындамағанмен денеміз ауырады екен. Соған өте қатты мән беріңіздер. Келесіде сүйікті ісіңді табу. Яғни бір іспен айналысыңыз. Үйде жұмыс жасаңыз, үйде бос отқан келіншек болсаңыз, бір істі, бір затты хоббиға айналдырыңыз. Яғни хоббиіңізді анықтасаңыз болады. Билеңіз, фотоға түсіріңіз, кітап оқыңыз, кесте тігіңіз, немесе бір заттарды пісіріңіз деген сияқты. Келесіде таза ауада көп серуендеңіз. Күнделікті күйбең тірліктен тыс 30 минутты сыртта жалғыз өткізіңіз. Ойларыңызды жинап, өзіңізбен сөйлесіңіз. Бұл өте маңызды. Келесіде тазалық. Бұл да бізге энергияны көп жинайды. Яғни үйіңіз жиналса, миыңыз жиналады. Ретімен тұрған заттар суық сумен жуылған еден терезенің жылтырап тұрған энергияны еселемесе кемітпейді екен. Негатив, жанжал, төбелестен аулақ болыңыз. Яғни басқаларға комплимент айтыңыз. Көңіл ғой, жай ғана бір ауыз сөзіңіз оның көңілін көтереді. Мысал ретінде айтатын болсам, «Мә, көйлегің қандай әдемі?» деп біреуді сөзбен қуантсаңыз, оған сіздің қарымтасы қайтатын болады. Яғни сонымен энергиямызды кез келген жерден жинап алуға болады. Солардың бір гүл,
гүлді иіскесеңіз де сіздің энергияңыз толады екен. Әйелдің энергиясы тасысы әлемді жаулайды. Яғни білім алып дамудан ешқашан аянбаңыз. Өйткені біз тек қана өсе отырып жанымызды, тәнімізді емдейді екенбіз. Сау саламатта болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Алдағы уақытта көптеген жаңадан контенттер шығарып тұратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыз. Алла сізге разы болсын. Әлемді тербететіндей, үйіңізді бағындыратындай керемет келіншек, керемет әйел бола біліңіз.